Сәлем қыздар, бүгін клубникамен танысамыз. Бізге осындай ірі, қатты және құрғақ клубникалар жұмысқа өте ыңғайлы. Сабрина, Альбион деген ең саманды күшті сорттар қыздар. Прям консистенциясы да қатты, размерлері де әдемі болады. Негізі клубниканы өздеріңіз барып, таңдап алғандарыңыз дұрыс. Бастапқы кезде бірден осылайна ящиктап емес, қажет мөлшерінен, яғни 1 килодан, кейін 2 килодан сөйтіп қажетінше алып тұрсаңыздар, клубникаларыңыз бекерге бұзылып кетпейді қыздар. Себебі клубниканың сақталу техникасы бар, бірақ оның өзінде ол 1 аптадай ғана шыдайды жақсы күйінше. Сондықтан сіздерде бастапқы кезде бірден көп заказ болмайды ғой, сол үшін менің кеңесім. Басында осылайынан бір несі пластигі 500 граммнан тұрады. Осындай біреу-екеуден алып солай жұмыс жасағандарыңыз өздеріңізге жақсы. Клубникаларыңыз тез бұзылмай, яғни жаңадан алып тұрған өте ыңғайлы. Ал егер сіз ауылды жерде, яғни клубника сатып алатын жерге алыста тұратын болсаңыз, осындай ящиктеп алып, онда максимально жұмыс жасауыңыз керек. Рекламаны дереу жіберіп. Яғни менің сіздерге беретін кеңесім қыздар, клубниканы алмай тұрып, бірінші очередьте рекламаларыңызды жіберіңіздер. Ол дегеніміз Target, OLX, TikTokқа салыңыздар, Инстаграмда активно жүргізіңіздер. Содан алғашқы заказ түскенде, бірақ клубника заказ беріп, солайнан ары қарай уже заказдарыңыз бірінен кейін бірі болып кетеді. Главное, сіздер әрекетті тоқтатпасаңыздар, заказдарыңыз болады қыздар. Міне қыста біз күн суықта, яғни бізде күзден бастап уже привозной клубникалар келе бастайды. Ол Турция, Египеттен келеді. Бізге өте сол кездері самый идеальный момент, өйткені клубникалар тоқтаусыз, әдемі клубникалар бізге Турция, Египеттен келеді. Солар арқылы біз жұмыс жасаймыз. Көбісі жазда арзан болатын шығар, жазда местный клубникалар шығады деп ойлайды ғой. Ол жағы дұрыс, жазда арзандайды клубника, бірақ жазда бізге әдемі клубника табу қиынырақ қыздар. Бізге базарда сатылатын езіліп кеткен, майда, вареньяға арналған клубникалар жарамайды. Бізге осындай ірі, қатты әдемі клубника табу керек, чтобы оны штугын, мысалы, мен 650 теңгеден сатам. Яғни қымбат бағада сату үшін сіздің жасайтын заттарыңыз да соған сай болу керек. Мысалы, майда клубниканы олайнан 650 теңгеге сата алмайсыздар. Енді қыздар, қазір клубниканың сіздерге сақталу жолын көрсетем. Қалайнан өстіп магазиннен сатып алып келесіздер, дереу клубниканы сорттау керек. Себебі оның арасында езіліп кеткендері болады, размері кішкен майдалары болады, ірілері болады. Соның барлығын әдемілеп сорттап қойсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Ол үшін бізге осындай пластиковый ыдыс керек болады. Аузы жабылатын ыдыс дайындап қойыңыздар. Клубникаға контейнерлер болады. Соның қақпағы жабылатын болу керек. Яғни қақпағын жапқанда клубника ұзағырақ шыдайтын болады қыздар. Ең астын осылайнан етіп салфетканы төсейсіздер. Сосын мынандай ірі клубникаларды бір ыдысқа, средний клубникаларды бір ыдысқа және майда клубникаларды бір ыдысқа, сосын енді езілейін деп жатқан сияқты, түрі кішкене бұзылайын деп жатқан клубникаларды қыздар, оларды бөлек солайнан жинап қоюларыңыз керек, чтобы сіздер алғаш заказ түскенде бірінші осы кішкене босамсын, бір жерінде трещинасы бар, сондай клубникаларды бірінші пайдаланып жібересіздер. И ол жұмысқа пайдалы болады, бұзылып кетпейді. Сондықтан сіздер шығынға ұшырамайсыздар. Бірінші солайна сорттап алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Міне, ірі клубникаларды осылайна саласыздар, астына салфетканы төсейсіздер. Араларын қатты жабыстырмай, осылай кеңінен салып, қыздар, мысалы. Осылай сыйғанша саласыздар клубникаларыңызды. Сосын бетін обязательно осылай салфеткамен жабасыздар. Сосын қақпағын жауып, контейнердің холодильникке осы күйінше қойып қоясыздар қыздар. Менің қазір клубникаларым сырты құрғақ, сол үшін мен бірден салдым. Егер сізде, мысалы, далада жаңбырлау райы или сондай влажный болған кезде клубниканың іші дымқыл болады. Сол жағдайда қыздар обязательно клубникаларыңыздың сыртын бәрін құрғатып барып қана контейнерге салып,
осылайынан жауып холодильникке салыңыздар аға. Сол кезде клубникаларыңыз мынау жапырақтары жасыл, осылай балғын, свежий күйінше бір апта жақсы шыдайтын болады. Былайынан сорттадым болды деп холодильникке өстіп қойған соң вообще қараусыз қалдыруға болмайды. Арасында ашып қарап, бұзылайын деп атқандарын бөлек алып, көгеріп кетуі мүмкін. Көгергендерін сразу алып тастап лақтырып тастау керек, себебі ол қасындағыларды бірден барлығын бұзып жіберетін болады қыздар. Және мынандай бұзылайын деп жұмсарып тұрған клубникаларды бөлек саласыздар дедім ғой, мысалға салып көрсетейін. Олардың қақпағын жаппайсыздар. Осылайынан жабық ашық ыдыста просто клубникаларды тізіп шығасыздар да, бетін тоже салфеткамен жауып, просто ашық ыдыста осылайынан холодильникке қойып қоясыздар. Алғашқы заказдарға осы ашық тұрған ыдыстағыны бірден пайдаланып жібересіздер қыздар. Түсінікті ғой, жалпы клубниканың ұзағырақ сақталу техникасы осы. Салфетка влажностьті тартып өзіне клубниканың жақсы сақталуына көмектеседі. Жақсы қыздар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.